оқырмандар, құрметті бүгінгі шарамыздың қонақтары. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бабалардан мирас болып қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызды бүлкілдетіп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. Тұтастыққа жету үшін елді айшықтап тұрған ұлттың танымдық, тәрбиелік маңызға бай әдет-ғұрып, салт дәстүрлері қажет. Кез келген халықты өзінің төлтума рухани құндылықтары мен ізгі қасиеттер ғана біріктіре алады. Салт дәстүрі мен тарихына ерекше мән берген елдің тұғыры биік, іргесі берік болмақ. Бүгінгі біздің шарамыз қазақтың қолөнері тақырыбына арналған. Яғни құрақ көрпе дегеніміз не, қандай түрлері болады? Шарамыздың құрметті қонақтары өзіміздің мәдениет үйіндегі Гүлдерай Мәжер ансамблінің мүшелері, ақ жаулықты әжелеріміз және оқырмандарымыз. Қош келдіңіздер. Өзге халықтар сияқты қазақтың да қолөнер шеберлігін үйретуде ерте заманнан бері жиған терген мол тәжірибелері бар. Өз ұрпағының 8 қырлы, бір сырлы, өнегелі, өнерлі болып өсуін мақсат еткен ата-анамыз өз бойындағы бар асыл қасиеттерін әлденеше ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, насихаттап, үйретіп келген. Бүгінгі жасөспірімдерге білім берумен қатар ұлттық дәстүрде тәрбиелеу басты міндет. Оның қайнар бұлағы халықтық педагогикасы. Осындай үйірме сабақтарында халықтың бай тарихи тәжірибесіне сүйене отырып, жеке тұлғаны еңбекке, елдің ар-намысын қорғауға баулу, ізгі адамгершілік қасиеттерді бойына қалыптастыру, ойлану қабілетін дамыту, эстетикалық тәрбие беру іске асырылады. Халық педагогикасы тәсілдерін мектептегі оқу тәрбие процесінде жүйелі қолдану келешек ұрпақты отанды сүюге, адамгершілікке, инабаттылыққа, имандылыққа, ұлтжандылыққа тәрбиелеудің, ғылым мен мәдениетке, өнерге баулудың қайнар көзі. Сөзге шебер, іске ұста, халқымыздың көне замандардан қол үзбей келе жатқан дәстүрі мен ұлттық қолөнері бар. Қазақтың қолөнерін оның ою өрнегі мен әшекейін айырасың. Қошқар мүйіз бен қос мүйіздің, арқар мүйіздің айыра алмайтын қазақ жоқ шығар. Киім кешекпен әшекей бұйымға, сырмақ, көрпе, алаша, кілем, жастық сынды тұрмыстық заттарының барлығына ою таңбаланып, өрнек бастырылады. Ал қазақтың әрбір қыз келіншектері жастайынан үлкендердің киіз басып, сырмақ жасап, көрпе тіккенін көріп көңілге тоқиды. Қазақта құрақтың 200-ден аста түрі бар делінеді. Құрақ мата қиындыларынан құралып жасалатын төсеніш. Яғни қолөнер туындыларын жасаған кезде қалдық болып жиналған қиындыларды қиюластырып, ебін тауып тіккен дүниені құрақ дейді. Құрақ құрау үшін ең алдымен қажетті материалдар таңдап алынып, олар түрлі түсті матасына қарай сұрыпталады. Яғни маталардың барқыт, жібек, сиса, сәтен кесінділері жеке-жеке бөлініп алынады. Содан кейін ісмер әйел не бірыңғай барқыттан, немесе бірыңғай жібектен құрақ құрауға кіріседі. Бұл істі бастамас бұрын әрбір түстің бір-біріне сәйкес келуіне, бірін-бірі ашып тұруына айрықша көңіл бөлінеді. Құрақ құрау қалдық қалдырмау. Ертеде қазақ даласында қымбат маталар тапшы болғандықтан, киім-кешек тігушілер қалған маталардың қиындыларын бір кәдеге жаратуға тырысып, оларды әртүрлі бұйымдар жасаған. Сөйтіп құрақ құрау өнері дүниеге келген. Ысырап қорлық қазақтарға жатқылық. Ежелден-ақ ата-бабаларымыз үнемшіл болып, қолдағы темір, сүйек, ағаш, тері тәрізді заттардан да кесінділерден қажетіне ұқсатып, аяқ асты тастамаған. Ал қолдағыда осылай ұқсатуды қиыстырып, құрақ құраушылардан асқан шебер жоқ. Олай болса, құрақ құрау қыз-келіншектерді сапқорлықтан тыйып, үнемділікке үйретеді. Қазір ұлттық салт дәстүріміз қайтадан жаңғырып, өмірімізде тереңдеп енгендіктен қазақтың құрақ құрау өнері де қайтадан дамып отыр. Ауылда да, қалада да көптеген қазақ отбасыларының төрінен қайтадан құрақ көрпелер, құрақ түскиіздер орын ала бастады. Қыз ұзату, келін түсіру тойларында құдағылар бір-біріне құрақтан әдемі ою өрнек салынған әсем қоржындармен сый-сияпат апаратын болды. Бір ғажабы, қазіргі құрақтардың өздерінен-ақ ондағы тікше, шаршы құрақтарға небір бояу алмастыруының үйлесімді жалғасының, осы құрақ бояуларының алмасуын, қиыластыруларының келесі құрақтарға қайталанбайтынын аңғарамыз.
Көгілдір аспан астындағы жасыл жайлауда ақ шаңқан киіз үйлердің тігін, қызыл сары ақ қызғалдақтар жайқалған. Жусандардың иісін мұрын жарған, дархан далада мал жайып, күміс көлдерде шомылып, құстардың үнін естіген қазақ халқы соның бәрін ойы өрнектер, құрақтар арқылы қандай шебер жеткізе білген десеңізші. Құрақтарының мың құбылған сәні мен сұлулығына қарап тұрғаныңда шіркін-ай, қазақтың бұл құрақтары мен ой өрнектеріне тіл бітсе, олар мәңгілік ғұмыр, асыл махаббат, өшпес сұлулық туралы бізге таусылмас сыр мен жыр толғаушы деп ойға қалатындығы қайтерсің. Яғни құрақ құрау, оның тамашалау, қыз келіншектерді сұлулық пен сырласуға, оның өн бойына сіңіруге, бояулар әлемін танып түсінуге үйретеді. Ал жаны сұлу жандардың ісі де, мінез қылығы да, сөзі де, отбасы да сұлу. Ондай болса, бүгінгі біздің шарамыздың қонақтары, ардақты әжелеріміз, сөз кезегін өздеріңізге берсек. Құрметті әжелер, сіздер құрақ көрпенің түрін тігіп жүрсіздер. Құрақ қолдарыңызда неше түрлі көрпелер тігіп жатсыздар. Енді соны бізге жасөспірім оқырмандарымызға қысқаша айтып берсеңіздер. Мына ежелден келе жатқан қазақтың құрағының бірі қошқар мүйіз. Міне, сол қошқар мүйізді ою түрінде де, және құрақ түрінде де құрауға болады. Мына көрпе, мінекей қошқар мүйіз көрпесі кәдімгідей ойыстырып бір-біріне матадан жасалған. Мынаны кәдімгі қолменен, бұны шыралжың деп атайды, өзім қолменен осыны кестелеп шықтым. Иә. Мына оқырмандарымызға қыздар сендер көрініп тұр ма? Айтшы, былай жақындап келіп тұрыңдар. Неке апаларың, әжелерің сендер көрсетеді. Келіңдер былай. Мынау шетінде кестесі, аты шыралжың деп аталады. Бұны өзім қолдан тігіп шықтым мына көрпені. Мынаны бір-біріне, екі матаны бір-біріне ойыстырып тіккен. Ойыстырып тіккенде мынаның астына міндетті түрде мынандай мата салынады. Қызылды астарлайды. Қызылды бөлек ойып аласың, сарыны бөлек ойып аласың да бір-бірін өстіп жалғап тігесің. Енді бір түрі бұл ою түрі. Мынау құрақ түрі. Мына құрақ түрін бүйтіп көз-көз қылып құрап аласың. Содан кейін мынаны бүйтіп бір-біріне бүйтіп қосып тігесің. Бұл да құрақ түріндегі қошқар мүйіз деп аталады. Міне мынау мүйіз. Мынау осылай келеді да. Міне не деген керемет көрінер ме қыздар? Мынау қызыл мен көк түсті әдейі осылай үйлестірдіңіз ба? Иә, бірін-бірі ашу керек. Көкті қызыл ашып тұр дейсіз ғой? Иә, түрлер бір-бірін ашу керек, матаның түрі. Өзіңізді мына құрағыңызда, мысалға мына ерде мінекей, мына неңізде, оюларыңызда, мынау қызыл, мынау сары екен. Екеуін бірін-бірге қандай мақсатпен үйлестірдіңіз? Мысалы, сарыңыз? Сары, мысалы, күннің көрдіңіздер ме? Күннің ерді екен. Мынау қызыл, енді қызыл гүл. Қызыл гүлдің өмірдің бастауы демекші гүл. Мынау деген міне күннің жарығы, күннің сәулесі деген нені білдіреді екен. Мынауымыз өзіміздің гүлді. Неше түрлі жаңағы гүлін өстіп жинап жасауға болады. Міне мынау тюльпан. Тюльпан не деуші дейді? Қызғалдақ гүлі. Қызғалдақ гүлі міне. Қызғалдақ гүлін бұны да көз-көз қылып өстіп құрап аласың да, содан кейін мынаны бүйтіп бір-біріне біріктіресің міне. Сонда кәдімгідей бір көрпенің көзі шығады. Бұнда да қыздар көрдіңдер ме? Қызғалдағымыз гүл қандай түсті болып тұр? Қызыл, иә, қызғалдағымыз мынау шетіндегі жасыл, кәдімгі жасыл шөп. Шөптің белгісі. Сонда міне қызыл мен жасылдың үйлестірген әжеміздің айтып тұрғаны, мынау қызыл гүл болса, мынау жасыл шөп. Жапырағы десе де болады. Енді бұл мынау құрақ деп қояйық. Енді құрақтың неше түрлі құрақтың өзінің аты бар. Мысалы, мынау жебе құрақ деп аталады. Мынау кәдімгі садақтың ішіндағы жебелері, жебе құрақ деп аталады. Бұның да біріне бірін біріктіріп жасауға болады. Өзінің атауы бар екен құрақтың. Мынау екі түрлі неден құралады.
бұны да бүйтіп біріктіріп, төртеуін біріктірсең, кәдімгідей мына жерде мынандай гүл шығады. Мен төртеу болмады, енді екеуін. Не деген шеберлік қыздар көрдіңдер ме? Жіңішке андай нелерден қандай қылып шебер қылып құраған. Түзу, қиыстырған өзі қандай. Міне, мынау да мынандай. Мынау шиқұрақ деп аталады мынау. Мынаны осындай шиқұрақ деп аталады. Мынаны осындай мына ленті сияқты қылып кесіп аласың да, ортасынан бастап құрайсың. Алдымен ортасын құрап аласың, сосын кейін мынаны құрайсың, одан кейін мынаны тігесің, одан кейін былай өстіп айландырып құрай бересің. Содан кейін мынаны бүйтіп біріктіресің бір-біріне. Мінекей, мынандай қызылға, жасылын жасылға. Сонда мынандай көрпе шығады. Мінекей. Шиқұрақ. Мінекей. Мынандай көрпе шығады. Енді мінекей, мынау жаңағы күн. Сары. Сарысы күн. Мынау аспан. Белгісі. Аспан белгісі. Гүл белгісі мінекей. Мынау жаңағы жасыл шөп. Байқадыңдар ма қыздар? Жинағанда. Бұны құрағанда да міне әжелеріміз мозаика деп аталады. Мозаика деген неше түрлі түстер өздерің білесіңдер ғой мектепте оқисыңдар. Бұны мозаика құрақ деп аталады. Жаңағы мынандайдан көз-көзден құрап аласыңдар да, содан кейін бір-біріне біріктіресіңдер. Не деген керемет көрдіңдер ме? Өздерінің үйлерінде әжелерің бар шығар, осындай құрақ құрайтын. Бар ғой. Мінекей. Мына құрақтың аты, бұны қазақта қарға тұяқ дейді. Мынау қарғаның аяғы. Көрдіңдер ме? Қарғаның аяғы өсіп тұрады ғой, қарға тұяқ құрақ дейді. Бұны да жаңа квадрат қылып, төрт бұрыштап кесіп алады да, содан кейін ақырын бір шетінен бастап жалғап бүйтіп құрай береді. Не деген керемет. Бұның аты сондай болады. Мынау жұлдыз шағырақ деп аталады. Міне, жұлдыз шағырақ дейді, мына жұлдыз сияқты бүйтіп жан-жағына шашырап. Бұл да бірін-бірі ашу үшін мінекей сарының, жасылды, қызыл, күлгін сөйтіп бірін-бірі ашып, мынау анық көрініп тұру үшін жасыл ортасында, одан кейін күлгін, мұнан кейін қызыл, мұның барып шет-шеті сары. Сөйтіп келтірсең, мынау ашық, анық болып өстіп көрінеді. Көзге де әдемі көрінеді деген ғой енді. Ана әр түс өз-өзі көрінеді, ашып тұр. О, керемет. Мынаған талпыныстары бар ма сендердің? Мынау да осындай көз-көз болып құралады. Бұл құрақтың аты құдық құрақ дейді. Құдық, мынау ортасы, міне өстіп айлана береді, мынау құдық сияқты, ортасында тұрады. Бұны да өстіп бір-біріне біріктірсең, кәдімгідей мынау сияқты Құрақ құрайды, ада бар. Жақсы, не деген керемет. Әр құрақтың өзінің атауы, өзінің құралу, мәнері бар екен қыздар. Көрдіңдер ме? Мынау кәдімгі қазақтың қоржыны. Бұны да өз қолыммен тіккен қоржын мынау. Ортасында аққу, мынау келін түсетін кезде қоржын тігіп алып барасын. Бұл енді келінге қоржынға апаруға емес, бұл осындай бір неге көрсетуге арналған кішкентай ғана тігілген нәрсе. Ортасында екі аққу, мынау жүрек, мінекей жүректің ортасында екі аққу. Көрдіңдер ме қыздар? Аққу ылғида ненің белгісі? Махаббаттың, пәктіктің, өзі бір сондай бір әдемі бейбітшілік пен пәктіктің ненің белгісі аққу құсы мінекей. Көбінесе өзіміздің қазақтар не істейді осы аққу құсын? Киелі құс деп осындай нелерге қасиетті құс ретінде өсіп белгілей қылып салады. Рахмет, не деген керемет. Бұл да өзі бір қол шеберліктің өнері. Сендерге де осындай өнер дарысын қыздар, осындай біліңдер, үйреніңдер. Өйткені бұл деген қыз балаға болашақта өте керек нәрсе. Жаңа айтып кеттік, қазақта ысырапқорлық болмаған. Әр қиындыны жерге тастамай, соны қиыстырып, соны бір-біріне келтіріп, содан осындай әдемі құрақтар шығарған. Осындаймен мінекей өзіміздің әжелер ансамблінің мінекей апаларымыз, әжелеріміз осындай құрақ құрап, осындай міне өзіміздің қазақта салт дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келе жатқан әжелерімізге көптен көп рахмет. Қолдарыңыз деп көрмесін, осындай құрақтарыңыз көп болсын, осындай өсіп келатқан жасөспірімдерге үлгі ретінде, осындай шеберлік сабақтарын келіп өткізгендеріңізге көптен көп рахмет. Өздеріңіз білетіндей, бұл әжелер ансамблі тек қана құрау емес, тек қана сырмақ емес, бұл кісілердің ең бірінші басты өнері ән салу. Өйткені өзіміздің мәдениет үйімізде осы әжелер ансамблі біраз уақыттан бері жұмыс істейді. Өзіміз мәдени шараларымыздың бәрін жүргізіп, қатысып, өздерінің әндерімен бізді қуантып жүрген әжелеріміз.
Сондықтан сіздерден бүгін енді қонақ болып келіп отырғандықтан бір кәде ән сұрау біздің бір неміз. Рұқсат болса сіздерден бір ән. Көңіл ағызайын, әннің майын, жасымен шалқып жатқан айдындайын. Шығардынан ақшықырдың шыққан дауысым, жетсеген құлағына қалқатай еді. Ау гүлдер айым, күн мен айым, ұшарға қанатым жоқ не қылайын.